Жүсіп Баласағұнның Құтадығы Берік деген кітабы 1069 жылы жазылған. Сол жазылған дәуірдің өзінде көптеген көшірмесі дайындалып, әлемнің түкпір-түкпіріне тарайды. Мінекей сол таралған көшірмелердің бүгінге дейін қолымызға 3 нұсқасы ғана жетіп отыр. Бірінші нұсқасы, яғни бірінші табылған нұсқасы Вена нұсқасы деп айтылады, кейде Герат нұсқасы деп айтылады. Герат қаласында жазылған, қазіргі уақытта Вена қаласында сақтаулы. Бұл көне соғды графикасымен, көне ұйғыр графикасы деп айтады кейде. Сол көне ұйғыр графикасында жазылған. Ал екінші табылған нұсқасы, көріп отырғандай, Мысыр қаласында сақталған, қазір Каир кітапханасында. Бұл араб графикасымен жазылған. Ал енді үшінші нұсқасы қазіргі уақытта Ташкентте сақтаулы. Яғни біздің қолымызға қазіргі жетіп отырған осы үш нұсқа. Үшіншісі де араб графикасымен жазылған. Бұл үш нұсқаның бір-бірінен айырмашылығы не деген сұрақ туады. Яғни үш кітапта да жазылған шығарма сол бір ғана шығарма. Алайда бір нұсқасында кейбір парақтары жыртылып қалған болуы мүмкін, немесе жоғалған болуы мүмкін. Сол сияқты жоғалған, жыртылған парақтар болса, бір нұсқадағы парақ жоғалса, оны келесі нұсқадағы парақ толықтырып отырады. Яғни біріндегі жоғалған мәтіндер екіншісінде сақталған. Мәселен, мына жерге қарасақ, парақтың жартысы жыртылған, жарты мәтін жоқ. Бұл жердегі жоқ мәтін келесі нұсқада сақталған дегендей. Яғни бірінің кемін бірі толтырып отыратындай үш нұсқа айналып келгенде бір ғана шығарманың үш түрлі қолжазбасы екенін көріп отырмыз. Қазірге дейін Құтадығы Берікті зерттеп жүрген ғалымдардың барлығы осы үш нұсқаға сүйенеді.